Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Тәмпіш қара» повесінен үзінді деп аталады. Тәмпіш қара сөзінің мағынасы қандай балалар? Кім айта алады? Тәмпіш қара дегеніміз қара торы келген және мұны кішкентай баланы айтады. Өте жақсы. Бүгінгі сабағымыздың ойлаудағыларының деңгейлері салыстыру, талдау. Енді балалар дос деген сөзге назар аударайық. Осы дос деген сөзді неліктен бүгінгі сабаққа алдық деп ойлайсыңдар? Біз бұның алдында сендермен жаңағы тәмпіш қараның 6 бөлімін өттік. Неге осы сөзді алдық? Қандай ой келді осы сөзді алғанда сенің есіңе? Менің ойымша мұнда Шаншатай мен Ержанның достары туралы айтылған. Қандай дос болдылар? Өте арман сөз болды деп ойлаймын. Бүгінгі сонымен тақырыбымыз балалар. Айжан дұрыс айтады. Шаншатай мен Ертайдың достығы жайында болмақшы. Біздің сабағымыздың ұраны бәріміз бірге қосылып айтуымызға болады. Досы барды жау olmaydı, ақылы барды дау olmaydı. Үйде оқыған бөлім бойынша мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы бойынша сұрақтар. Повестің бірінші бөлімі қалай аталды? Повестің бірінші бөлімі танысу деп аталады. Өте жақсы. Шаншатайдың ойында қандай өнер болды? Шаншатай ұлттық аспаптарда сыбызғыда ойнай алатын болды және оның әншілік өнері болды. Өте жақсы. Повестің үшінші бөлімінде галстук жайында қандай әңгіме болды? Шаншатайдың күн ыстық кезінде қара торғыз жейде мен ақ рубашка киіп галстук тағып алғаны жайында болды. Оны сынға алған Ертай болды. Ертайға қандай сыйлық беріп жіберді? Қалаға барған кезде галстук пен значок беріп жібереді. Алдыңғы тақырыптарда өткен 6 бөлімді жақсы меңгергендеріңізді көрсете алдыңыздар, өте жақсы. Ары қарай онда сабағымызды жалғастырайық. Телефондарды ала қойыңыздар. Сіздерге WhatsApp-қа сілтеме жіберілді. Сол сілтеме бойынша өткен үйге берілген тапсырмадағы түсініксіз сөздермен танысамыз. Тауып балалар дәптерге жазамыз. Балалар сендердің алдарында жеке бағалау парағы жатыр. Сол параққа назар аударамыз. Мұнда тапсырмалар берілді. Бірінші бағанда, екінші бағанға сендер өздеріне бал қоясыздар. Яғни 5 балдық жүйемен. Өте жақсы деген 5 бал, жақсы деген 3 бал және орташа 1 бал. Тапсырмалар жүйесі бірінші үй тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап бердім. Егер берсең, онда өз балыңды қоясың. Егер үй тапсырмасы бойынша жауап бере алмасаң, онда қоймайсың. Екінші повестің мазмұнын меңгердім. Үшінші негізгі кейіпкерлерін атадым. Төртінші композициялық құрылымына талдадым. Бесінші түсініксіз сөздердің мағынасын айттым. Алтыншы Вен диаграммасын жасадым. Жетінші достық туралы мақал-мәтелдердің жалғасын таптым. Сегізінші Шаншатайға мінездеме бердім. Тоғызыншы оқулықтағы 11-ші тапсырманы орындадым. Және сабақтың соңында қорытынды сұрақтарға жауап бердім. Айта бер. Қорғаннан түскен дәндерді кептіріп, қорғатып тазалайтын ашық немесе қаңқалы қарапайым алады. Өте жақсы. Немесе қорғап таза жерде жасайды. Өте жақсы. Молодец. Қандығаш? Пионер дегеніміз сол кездерде балаларды сондай топтарға қабылдауды айтады. Ол кезде 5-ші сыныпта төмендегілерді жас қыран деп, ал 5-ші сыныпта жоғарыларды жас ұлан деп атаған. Сабағымыздың оқу мақсаттарына тоқталайық. Оқу мақсаттары: бірінші әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін анықтау, екінші көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашу. Оны біз сабақ барысында қазір жүзеге асыратын боламыз. Қазір мәтін қосылады. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Ол мәтін бойынша мынадай сұрақтарға жауап беріңіздер. Ертай неге Шаншатайдан қысылды? Шаншатайдың әдетті сыпайы екенін қандай сөздерін байқадың? Назар аудар, қазір аудио материалды тыңдаңыздар. Сансызбай сарғасқай, тәмпіш қара. Бірінші мәтін. Танысқан күннің ертесіне біздің үйге Шаншатайдың өзі келді. Келетінін маған күні бұрын айтқан жоқты. Ол күні малдағы атам үйде болады. Атам келіп дегенше 6 жасар інім Ержан екеуміздің қуанышымызда шек болмайды. Қаласып атамның арқасына мінеміз, алдына отырамыз. Суға келейік деп
бірінде әжем шай келгенде екеуміз атамның екі тізесіне отырып алған едік. Әжемнің қойсаңдаршы, атаңа тіпті шай ішкізбейтін болдыңдар ғой дегеніне қараймыз да, атам болса мәз, кеңкілдеп күле береді. Жаз күндері шайды есік алдындағы дәлізде ішетінбіз. Ассалаумағалейкум деген баланың дауысы шықты. Алейкумассалам деп атамға сәлем берген балаға риза болғандай. Ержан жылап мені атамның алдынан итеріп отырған. Оны мен де итеріп жібергенім сол еді. Келген балаға жалт қарасам, Шаншатай анадай жерде ақсия күліп қарап тұр. Мен шиедей қызарып кетсем керек, сасқанымнан бетімді атамның кеудесіне баса бердім. Дәл осыны күткендей, басқа баланың келуі оған ұят болғандай жылап отырған Ержан мені дәл құлағының түбінен періп жібермесі бар ма? Ей, мыналар қайтеді деп атам осы кезде қозғалақтап қалды. Шырағым, жоғары шық, шайға кел. Атам ендігі сөзін Шаншатайға арнады. Інімнің мен ұрғанын көргенде Шаншатайдың күлген дауысы қаттырақ шыққандай болып еді. Енді атамның сөзінен кейін рахмет ата деді ол. Шаруам болып ертеңге келіп едім. Атам, саған келіпті ғой, сөйлессейші дегендей бетімді басқан ерімен кеудемді серпті. Амал жоқ бұрылып қарасам, Шаншатай сол орында тұр екен. Жүзінде мысқыл табы жоқ. Сабырлы. Ертай, қазір қолың бос па? Ешқайда бармайсыңдар ма деді ол. Бос па? Онда сенде шаруам бар. Асықпай тамағыңды іш, мен мектеп қасынан күтемін сені. Жарайды. Әншейінде тыңырланып қиқаңдар ма едім? Кім білсін? Дәл қазір оның тезірек кетуін қалды. Ержан тағы да бір сөзді шығарады. Шай ішпедің ғой шырағым деді әжем. Шаншатай рахметін жаудырды тағы да. Сосын, ертең ас тұр, дәм ауыз тиін деп ақырын басып дастарханның жанына келді де, өте бір инабатпен иіліп, үстел үстінде жамырап жатқан әжемнің қызыл бүйір жүгерісінен бір-екеуін алып аузына салды. Ертай неге Шаншатайдан қысылды? Өзінің кіші інісін Ержанды итеріп жүрген және де ол атасының аяғында отырған. Өте жақсы. Келесі екінші сұрақ балалар. Шаншатайдың әдетті сыпайы екенін қандай сөздерден байқадыңдар? Айылым. Ол атасы шағы жаққан кезде рахмет деген сөзбен білге болған жасы ұқыпты бала екен. Және де тағы да Ол сыпайы біздің әдетті екендігін бірге үлкен кісілерге көрсетті. Жақсы, өте жақсы. Екі қатар бойынша қазір тапсырмалар береміз. Бірінші қатардағы балалар бізде шығармадағы негізгі кейіпкерге мінездеме береді. Екінші қатардағы балаларға Вен диаграммасы арқылы Шаншатай мен Қожаберген бейнесін салыстыру, алдарында Вен диаграммасы дайын тұр сендерде. Және үшінші қатар дос туралы 5 жолды өлең құрау. Осы тапсырмаларды қазір орындаймыз. 5 жол өлеңнің жазылу жолы балалар. Бірінші жолы сендерде болу керек сын есім, екінші жолы етістік, үшінші жолы зат есім, төртінші жолы бірінші сөзбен байланысты мағыналы бір тіркес болу керек. Және бесінші жолында таңдалған зат есімге синоним болатын сөз болу. Біздің тақырыбымыз қандай? Дос. Осы тапсырманы қазір бірінші қатар орындайды. Бірінші қатарға өзге балалар баға береді, бірінші қатардағы оқушыларға, екінші қатардағы оқушыларға өзге қатардағы балалар баға береді, бір-біріңді бағалайсыңдар қазір. Тапсырманың уақыты 3 минут. Бірінші қатарда кім жауап береміз балалар? Кім? Лаула. Шаншатай ұқыпты, сыпайы, адал дос және өнерлі. Ал Ертай ерке, өнерлі, досқа адал және намысқа мінезді. Жақсы. Аяу. Тоқтырауға аяу. Адал дос, кеңпейіл, өнерлі. Ертай адал дос, жақсы суретші, еңбекқор, мейірімді, кеңпейіл. Атасы мейірімді, қонақжайлы, жақсы ата. Әжесі мейірімді, қамқор, қонақжайлы, жақсы аспазшы. Өте жақсы. Қай кейіпкерлер негізі болып саналады? Шаншатай мінезді. Қожа мен Шаншатайдың ортақ мінезі, олар екеуі де адал дос болған. Ал Қожаның мінезі ол сабақты жақсы оқыған, көңілді және де білімді бала болған. Шаншатай сыпайы, әдепті, кішіпейіл, шыншыл және де басқа балаларға үлгі болған. Динара тоқтырды. Басқа балаларға үлгі бола алатындай болған. Ал Қожа ода көңілді, ашық мінезді, әр адамның сөзін елеп кете беретін, еріншек, жалқау,
Қожаның жаңағы мінезінде кейбір кемшіліктер болды. Қандай кемшіліктер? Бұзықтық, кететіп жасап жүретін еді. Ол өнерлі болды, әртүрлі аспаптарда ойнай алды. Қожа өте бұзық, сұңқар болды, бірақ достық адал болды. Екеуінің ұқсастығы достықты сатпады, және бұзбады. Өте жақсы, молодец. Келеді әрқашан мен әрдайым қолдайды, мен досымды сыйлаймын, адал дос болуға дайынмын. Жақсы, бұл жерде 5 жылдық өлең стратегиясы бойынша өлең құрастыру болды. Алдарында дөңгелек жатыр, дөңгелек 3 балл, 4 бұрыш жатыр 2 балл, 3 бұрыш 1 балл. Бізде кім жауап беретін жақта? Лаула. Лаулаға қандай баға бересіздер, балалар? Көтере қойыңдар. Жақсы. Өте жақсы. Келесі, бізде кім жауап берді? Аяулым бар. Баға бере қойыңыз. Аяулым. Бірінші қатардайым. Бізге Жаншатайға мінездерді латын тілінде жазып берді. Өте жақсы, жарайсың. Келесі бізде Сабина жауап берді. Сабинаның жауабына қандай баға қоямыз? Өте жақсы. Келесі Динараға баға қойып. Динара өте жақсы, жақсы. Келесі кім жауап берді бізде? Әли жауап. Әлиге баға қойып. Әли қожаның сотқар екендігін айтты. Жарайсың. Келесі Сандуғаш. Сандуғаш бізге синхронин әдісі бойынша өлең шығарып берді. Тамаша. Талдауымыз керек қазір. Композициялық сюжеттік құрылымына қарай. Байланысуы, жаңа оқылғаны бір-бірімен қалай байланысты? Шиеленісуі және шарықтау шегі белгілеу керексіздер. Сосын шығарманың шешімі қалай шешілді. Осы жүйе бойынша талдау жасай қойыңыздар. 5 минут уақыттарыңыз кетті. Бірінші бөлімді естеріңізге. Шығарма неден басталды? Ол Шаншатайдың ауылға келуі және де ертаймен бірге танысуы. Жақсы, ауылға келуі. Келесі. Байланысы қандай болды? Шаншатайдың ертайдың танысуы жететін болды. Жақсы. Келесі, шиеленісуі. Шығарма қалай шиеленісті? Олардың қырманға барып көмектесуі, олар ойын-сауық ұйымдастыру. Ойын-сауық ұйымдастыру, толықтырып кете ғой, Сабина. Және де Иманбек пен Шаншатай төбелесті. Шарықтау шегі қандай болды оқиғаның? Иманбек Шаншатайдан кешірім сұрады. Яғни татулық пен достықпен аяқталу, жақсы аяқталды оқиға, өте жақсы. Кім толықтырам дейді? Жақсы. Айжан толықтырып жіберіңіз аға. Онда Назым мен Атаның кездесуі. Олармен бірге. Аяулым толықтырамыз. Балалардың өз мақалаларын көру үшін олар қат дегенге барып сұрауы. Сол үшін барады, өз мақалаларын көру үшін. Газетті оқу үшін, өте жақсы. Ал шешімінде шығарманың нәтижесінде не болды? Ертайдың суреті октябрь балалары газетіне еленеді. Әлі толықтыру. Немен аяқталды шығарма? Ол Шаншатайдың ертайдың сурет салу өнері білген соң октябрь балалар газетінен суретін жинайды. Яғни дос ретінде оған жанашып көмектесті, Өте жақсы. Біз сюжеттік композициялық құрылымға талдадық, Енді осы талдау бойынша балаларға біз баға қоямыз. Баға қоя қойыңдар. Бір-бірімізге. Кім жауап берді бізде? Айжан жауап берді. Жақсы. Лаула да қоямыз. Әлиге. Жақсы. Келесі Сандуғашқа. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Сонымен шығарманы сюжеттік композициялық құрылымы түсінікті болды ма? Түсінікті болды, Біз балалар кішкене сендермен сергіп алуымыз керек. Мен сендерге қазір осы дос тақырыбына қатысты мақал-мәтелдердің бірінші сыңарын айтам. Екінші сыңарын сендер өздерің табулары керек. Бірінші дос ажарым. Жолдас базары. Өте жақсы.
Досы көпті жауа алмайды. Әли? Ақыл көпті дауылды. Өте жақсы. Келесі, жақсымен жолдас болса. Айо. Жетерсің мұратқа. Жаманмен жолдас болса. Қалай сөйлеп. Өте жақсы. Динара, адамзатта не тәтті? Аста тұз тәтті. Адамзатта достар. Достар, өте жақсы. Келесі, көрме досқа. Келде? Басқа, өте жақсы. Бүгінгі өткен тақырып бойынша қазір микрофон әнсі. Мен микрофонды кімге апарам? Сол кісі сол оқушы жауап береді. Тәртіш қара повесінің авторы кім? Сансызбай сармасбай. Ол кісі туралы не айта аласың тағы? Ол кісі 1925 жылы дүниеге келді. 29 Жамбыл Жамбыл облысында. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Қай жылдардағы ауыл өмірін суреттеп отыр бұл повесте? 1930 жылы. Дұрыс айтасың. Повест неше бөлімнен тұрады? Неше бөлімнен тұрады? Повест 9 бөлімнен тұрады. 9 бөлімнен. Қанша бөлімді сіздер оқыдыңыздар? Неше бөлім? 6 бөлімнен оқыдыңыздар. Өте жақсы. Ертайдың суреті қай газетте жарияланды? Жіберілді. Қай газетте жіберілді? Октябрь газетіне жіберілді. Жақсы. Жалғастыра беріңіз. Балалар, повесте қандай кейіпкерлер бар? Қандай кейіпкерлерді ата ретінде? Ертай, Ержан, Шаншатай, ата, әже. Тағы кімдерді қосар енді толықтыр? Өте жақсы отыра ғой. Әли, тағы кімдерді толықтырасың? Қандай кейіпкерлер бар тағы? Иманғали, Теке қарт. Иманғали, Теке қарт. Толықтырайық, аяулым. Бешекіл, Күлдәрі және де Иманбек. Жақсы, келесі, Ертай бойында қандай қасиеттер бар? Достық, сыпайылдылық, ұқыптылық, әдептілік және де еңбекқорлық. Жақсы, толықтыратындар бар ма? Ертай жайында? Жақсы онда. Келесі балалар, осы шығармадан сендер қандай тәлім тәрбие алдыңдар? Адал болу туралы және де өз досыңды сатпау туралы, әр нәрсеге сабыр туралы. Өте жақсы, сынды қош. Мен бұл шығармадан тазалықты, ұқыптылықты, үлкендерді сыйлауды үйрендім. Өте жақсы. Өте жақсы балалар. Келесі бізде өзін-өзі бағалау. Бір-екі бағалау парағы бойынша сөйлейміз. Кім өзін қаншалықты бағалады? Үш болғаныңыз бен? Ал шыншыдай мінезден тұрағы үш болады. Негізі Лаула белсенді оқушы да бүгін асы сұрамай қалды. Негізгі теккелерді атады. Қалсырек теккелерді атады соқты. Сөзсіз сөйлеудің маңызын айтқанмен үш бал қойдым. Бірақ өткені бірақ Ол жауап береді. Сұрақтың соңында қорытындысы отырғандардың 5 бал өткені өзіме қисам. Түгел жауап бере алдың, иә? Өте жақсы. Сыныпқа келген жаңа оқушы тақырыбына есе жазды. Біздің өткен повесте кім еді жаңа оқушы? Кім келді оқуға? Қаншадай келді? Қайда келді? Қаладан ауыл мектебіне оқуға келген бала болған, жаңа оқушы болған еді. Бірақ ол тезірек достасып кетті ауыл оқушылармен. Және ауыл оқушыларынан тұрып, біраз өнерге үлгі үйретті. Ауыл балаларының өнерлерін көре білді. Суретшілік қабілетін көре білді Ертайдың. Оларды ауыл балаларын газет оқуға шақырды, сауатты болуға шақырды. Сонымен бүгінгі сабақтан балалар, сендер қандай тәлім тәрбие алдыңдар? Алдарында стикерлер бар. Сол стикерлерді бір ауыз сөз айтып қана тез-тез білім себетіне жапсыра қоямыз. Мен досқа адал болуды әрқашан көмектесуді үйрендім. Бұда ақынның алдыңғы уақыттарда өнерлі ықпалдар болған түсіндім. Өте жақсы. Тез-тез шыға қоямыз, Ерасыл. Мен бұл повестьта адамгершілік болуға үйрендім. Жақсы. Аял. Мен бұл повестьте үлкен адамдарды сыйлауға үйрендім. Өте жақсы. Лаула. Бұл повестьте мен ұқыптылық
үйрендім. Таза, мұнтаздай болып жүруді, өте жақсы. Келесі. Бұл повесте үлкендерді сыйлауды, досқа болуды және де құтты болуды үйрендім. Өте жақсы. Назым танıyorsun? Тазалық пен тәртіптілікті. Тазалық пен тәртіптілікті. Тағы, Сабина? Сыпайылықта. Жақсы. Айжан? Мен бұл повесте жас өспірімдерді еңбекке баулуды үйрендім. Мен бұл повесттен үлкендерді сыйлауды және адалдыққа үйрендім. Өте жақсы. Бүгінгі сабақта қандай тірек сөздер арқылы білдірер едің? Отырамыз, бұл рефлексия. Сен осы сабақтан нені үйрендің? Адамгершілікті үйрендім, үлкендерді сыйлау, кісілерге зейін қосуды үйрендім. Өте жақсы. Оқыттылықты, адалдықты, сабырлы, сыпайы, өнерлі болуды басқа да. Өте жақсы. Тазалықты, сабырлы болуды, үлкендерді сыйлауды, мейірімді болуды басқа да. Әдептілікті, сыйлауға, адамгершілікті, адал дос болу және еңбек болуға. Сендердің сыныптарында өнерлі балалар бар ма? Ол кімдер? Кімдер атайық? Балалар? Динара. Айжан өнер. Ән айтады, Динара тамаша. Сосын? Ерасыл. Домбыра тартады, керемет. Айылым. Абай оқуларына мәнерлеп өлең оқу конкурстарына қатысады. Айжан бізде? Домбыра тартады. Сабина домбыра тартады. Бұл сынып керемет домбырашылар. Жақсы, біздің де Шаншатай сияқты өнерлі оқушыларымыз көбейе берсін. Барлық жаңағы білімдеріңізді көрсете алдыңыздар және нейрон көздеріңіз жаңа келген мектепте оқушының келбетін суреттеп өз идеяларыңызбен жаңағы өздеріңіздің қорытындыларыңызды жасап жаңағы қорытындысын латын тілінде жаза қойсын. Достың сөзі жалынды, достың сөзі нанымды, аярлысың дос үшін, артықсың нанымды. Бәріміз адал, дос болуға тырысайық, бір-бірімізді қиын кезде көмектесіп қолдап жүрейік. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарға көп рахмет, өте жақсы белсенділік таныттыңдар. Сау болыңдар. Мен былтырғы жылдан бері қазақ тілін терең білейік деген факультатив сабағынан беремін. Факультатив сабағы 6-шы сыныпта басталды. 6-шы сынып оқушыларын өз факультатив сабағымда қосымша латын тілін үйретемін. Яғни балалар қызығушылықпен үйреніп жатыр латын тілін. Бірден меңгеріп алды. Биылғы жылы біз 2-ші жыл осы латын тілін үйреніп жүрміз. Мен өз күнделікті сабақтарымда латын тілін пайдалануға тырысамын. Балалар өздерінің жаттаған өлеңдерін жатқа жазалады. Кез келген мәтінді латын тілінде жазалады. Сондықтан мен бүгінгі сабағымда латын тілін қаншалықты балалар меңгерді, соны сіздерге көрсеткім келді.